қорқыныш туралы айтып кетейік. Жаңа қорқыныш туралы сіздер көп нәрсені түсіндіңіздер, көп нәрсені түсіндіңіздер. Қорқыныштың екі түрі болады дедік, рационалдық және иррационалдық. Бұл деген біріншісі, бұл табиғи деген, адамға қорқыныш ойдан емес, табиғи түрде келген. Адам өмірге келгеннен бері қорқып білген, сақтанған қорқыныш ол сіздерді сақтайды. Негізі қорқыныштың пайдасы бар, ол сіздерді сақтайды және де сіздің кім екеніңізді түсіндіреді. Қорқыныштың бір жақсы несі, пайдасы. Бірақ ол қорқыныш тіпті көбейіп кеткенде ол сіздерге зиян келтіреді. Көбейіп кеткен кезде ол сіздердің потенциалдарыңызды жабады. Ол сіздердің жаңағы жақсы көруіңізді, мынау қорқыныш тұрған жерде махаббат болмайды. Екеуі қарама-қарсы. Жаңағы жақсы көрген адамдар қосылған кезде бірде жақсы көріп атады, бір кезде екеуі бір-бірімен ренжісіп атады. Ол деген қорқынышпен жақсы көру кезек келген кезде сондай қарым-қатынас болуы мүмкін. Сондықтан бірыңғай жаңағы бір үйлесімде болу үшін біз қорқынышты бағындыра білуіміз керек. Қорқыныш ол ең соңы өлімге әкеледі. Махаббат ол мәңгілікке әкеледі. Біз айтамыз, жаратушы дейміз, Құдай дейміз, Алла дейміз, Тәңір дейміз. Бұл деген үлкен, шартсыз үлкен махаббаттан тұрады. Түсініп тұрсыз ба? Бұл үлкен, шартсыз, шынайы махаббаттан тұрады деген сөз. Өйткені бізді жаратушы жаратқанда қатты жақсы көріп жаратқан. Сонан кейін бұл өмірдегі мынау қазіргі табиғатты пайдалану, жан-жануарды бағындыра білу, біз адамзатты соларға мейірімімізді төгіп, соларға жаңағы түсінікпен қарап, және соларды біз қолдана білуіміз керек. Сол үшін бізді бір қадам жануардан жоғары жаратқан. Сонда адамды жаратқанда бізді жаңағы періште мен жануардың екі ортасында жаратады екен. Біз рухани деңгейге көтерілгенде біз періштені басқаратын күш бар. Егер біз рухани деңгейді менсінбей, оған қабылдамай, өзімізбен жұмыс жасамаса, біз жануардан төмен түсіп кетеміз. Жануардан да жаман болып кетеді екенбіз. Сондықтан біз айтады ғой, көзіңді жұмғанға дейін ірімізде дейді. Біз өзімізбен көзімізді жұмғанға дейін жұмыс істей беруіміз керек. Сіздер байқайсыздар ма? Осы жерге келгенде рухтарыңыз көтеріліп, бүкіл жұмысты қазір соның бәрін шешіп тастайтындай сияқты барасыздар. Бірақ осы тренингтер болмай 2-3 аптаға созылып кеткенде әжептәуір рухани шаршап қаласыздар. Шаршап, қайтадан әлсіреп, күшіңіз кеткен сияқты болып сөйтіп қаласыздар. Өйткені рухани толқыннан түсіп қаласыздар. Сондықтан бұны бір деңгейде ұстап тұру үшін өз-өзімізбен жұмыс жасау керек екен. Медитация жасап, 2 мезгіл 5 уақыт намаз, кім намаз оқи алады. Содан кейін жақсы ортада болу, жаңағы иманы күшті адамдар, иман деген сенімі күшті адамдардың жанында жүру, солармен сөйлесу, сондай таза ортада көбірек жүру. Жаңағындай дауласқан, айғайлаған, төбелескен, бітпейтін даудың арасында жүрсеңіздер, шаршап төмен түсіп кетулеріңіз мүмкін. Сондықтан көбірек рухани мағлұматтар жинап, оқып, өзіңізбен жұмыс істей беру керек. Айтады, мынау бір сөзді түсіну үшін бірнеше шақырым жерге барып, сол жерден бір сөзді түсініп қалғанның өзі сіздерге үлкен сауап дейді. Үлкен сауап деген біздің ішкі жан дүниеміздің ашылуы. Біз рухани деңгейімізді толықтыру деген сөз. Түсінікті ғой, Бұл қорқыныш деген, бұл өте жай тұра. Ал егер ашу, жаңағы кек алу, бұл өте қатал түрі, өте үлкен. Бұл қорқыныштың ар жағы ашуға, заға, жаңағы ештеңені
жақтырмай, ештеңе ұнамай, сондай жағдайға түсіреді. Қорқыныштың туыстары қандай? Қорқыныштың туыстары бұлар өкпелеу, қызғану, көре алмаушылық, ашу, кек сақтау, кек алу, осындай жағымсыз мінездердің, жағымсыз сезімдердің бәрі қорқыныштың туыстары деп есептеледі. Барлық жағымсыз мінездерді көтеру қорқыныштан басталады екен. Сонда қараңыз, қорқыныш пен жаңағы махаббаттың екеуі қатар келеді дейміз, иә? Қорқыныш пен махаббат қатар келеді дейміз. Екеуі еш уақытта олар бірікпейді. Мінекей мынау қорқыныш болса, мынау жаңағы махаббат. Екеуі бірікпейді. Біреу болса, мынау болып тұрса, мынау жағы жоқ. Көрдіңіз бе? Мынау қорқыныш, мынау махаббат. Енді қараңыздар, шексіз махаббат дейді, оның шегі жоқ дейді. Сонда қорқыныштың да шегі жоқ екен. Түсіндіңіздер ғой, иә? Екеуін таңдау біз өзімізге байланысты. Қорқынышты таңдаймыз ба, жоқ махаббатты таңдаймыз ба? Жаңағы тәжірибелерде сіздер көрдіңіздер, иә? Бір жаңадан сіздер білмейтін тапсырма болған кезде сіздер бірінші қорқып қаласыздар, иә? Бұны қалай жасаймын, оны қалай жасаймын, әрі қарай қалай болады екен, мені түсіне ме, қалай мен ол кісіге барып айтамын деген бірнеше қорқыныштар айналдырып кетеді. Бір 10-15 минуттен кейін қорқыныштарыңыз басылады да, жаңағы берген тапсырманы керемет үлкен деңгейде сіздер жасап шығарасыздар. Өйткені қорқыныш кетеді да, сіздер сенесіздер, ол жерде дұрыс болу керек екен, содан кейін махаббат келеді. Сонда махаббат, сенім бәрі бір-бірімен байланысты екен. Түсініп тұрсыздар ғой, иә? Сенім, махаббат ол деген рухани деңгейге әкеледі бізді. Қорқыныш ол жаңағы рухани деңгейден түсіріп тастайды. Былай айтқанда, тұйықтап тастайды.